Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Жигиттер, караңдар, паранит пен графитти калай ажыратамыз? Қазір көрсөтөм. Паранит тоқ өткізбейді, графит тоқ өткізеді. Материалды білетіндер білет. Біз енді бала кезден білеміз. Мысалыға Ява мотоциклге 90 жылдар дейік, 89-88 жылдар дейік плюс-минус Яваға щетканы қолдан жасайтынбыз. Щетка генераторға ток береді. Соны батарейканы орыстан стержінді алып, оны домалақ стержінді дәу батарейканы ішінен. Соны егеулеп, төрт бұрышты қылып, сөйтіп щетка жасап алатынбыз қолдан. Ол заман сондай заман болды. Сондықтан графит деген ол тоқ өткізеді денесіне. Міне қараңдар. Паранит пен графитті ажырату міне. Өйстіп ажыратамыз міне. Көз жеткіздік, тоқ өткізіп тұр. Бұл графитовый прокладка, паранит емес. Сондықтан бұл тоқ өткізеді денесіне и отқа да шыдамды. Графитіміз паранитке қарағанда. Сондықтан қалай ажыратамын десеңдер, осылай мультиметр болса, прозвонкамен тоқ өткізіп тұрса, онса бұл 100% графит. Солай білесіңдер. Сондықтан біз бала кезден білеміз, графит деген ол денесіне тоқ өткізеді. Параниттің денесіне тоқ өткізбейді ол. Сондықтан сөйтіп көздерін жеткізесіңдер. Әйтпесем түріне кейбірлер ажырата алмайды енді. Мына енді сәл былай қарасаң қаралау болып келеді ғой, немеге қарағанда, паранитке қарағанда. Міне, өшір.